Видео басталмай тұрып сіздерге Fifuner KZ арнасын ұсынамын. Егер де ойын, PUBG, Free Fire сізге қызық болса, онда Фристан және Fifuner KZ арнасына тіркеліңіздер. Сілтемесі төменде. Сәлем достар! Жас кезімізден әжелерімізге қорқынышты түс көрдім дегенде, әжелеріміз түс түлкінің тезегі дейтін. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін түсті неге жамандыққа жоруға болмайтындығын айтамыз. Ата-бабамыз түсті көру емес, оны жору маңызды. Түс құс қауырсынындай, жақсылыққа жорсаң алтын боп, жамандыққа жорсаң қорғасын боп жерге түседі дейтін. Яғни түстің жаманы болмайды, тек жақсылыққа жору керек. Осы орайда түсіңізді қылжақбастарға, көп әзілдейтіндерге, аузына келген айта салатындарға жортпаңыз. Себебі бұл істе тіпті әзіл қалжыңның да өзі орындалып кетеді. Баяғы өткен заманда бір әйел адам түсінде екі қасқыр көріп шошып оянады. Қорыққанынан молдаға барса, үйінде тек молданың ұлы отыр екен. Молда болмағандықтан әйел оны молданың ұлына жорта салады. Ал ол болса әзілдегісі келіп, сені қасқыр жеп қояды деп алдайды. Бір бәлені іші сезген молда үйіне шауып келеді. Молданың ұлы бәрін айтқанда, молда өкініп, ойының осылғырай, неге олай жордың? Ол әйел елді аузына қарататын егіз ұл табайын деп тұрады ғой деді де әлгі әйелдің соңынан шаба жөнелді. Әйелдің соңынан жеткенде әйелді бір топ қасқырлар жеп кеткен екен. Осыдан кейін сіздерге айтарым, кейбір аян түстерге мән беру керек. Мысалы, дүниеден өткен адамды көргенде шелпек таратып садақа береді дегендей. Бірақ барлық көрген түсіңізден бірдей қорқа бермеңіз. Қазақта Құдайынан қорықпаған әр нәрседен қорқады деген сөз бар. Және түс жору деген кітапты алмаңыздар, интернеттен де жүктемеңіздер. Себебі олардың да ішінде нашар жорулар бар. Және түсіңізді досыңызға немесе де басқа да бір таныстарыңызға айтпаңыздар. Себебі жақсы түстер ұрланады деген ырым бар. Сондықтан түсіңізді тек анаңызға, әжеңізге айтыңыз. Олар міндетті түрде жақсылыққа жорып береді. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал егер мына қоңыраушаны басатын болсаңыз, біздің ендігі видеоларымызды ешқашан жібере алмайсыз. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше.